Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көженің рецептімен бөліскелі жатырмын. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Көжеміздің жасалу жолына кірісейік. Мұнда менде сүрленген жылқы, қой еті және қазы бар сүрленген. Ақ жүгері, сары жүгері бар, күріш бар және маш бар. Енді осы тұрған жаңағы дәндерімізді, етімізді әрқайсысын бөлек-бөлек пісіреміз. Мысалға, күрішті бөлек пісірем, ол себебі 15 минутта піседі, маш 10 минутта піседі. Ал жүгері болса, екі жүгеріні біріктірем да, оны бірге 1,5 сағаттай пісіріп аламын. Еттерімді де осылай пісіріп, көбігін алып, астын жай қойып, қақпағын жауып, 1,5-2 сағаттай пісіретін боламын. Менде мұнда 1,5 сағат өтті, етім пісті, етімді сүзіп алдым да, кеспемді салдым. Менде қолдың кеспесі бар, қатырылған, соны салып жатырмын. Осы уақытта қарама-қарсы жаңағы немде дәндерді де пісіріп алдым. Осылай қайнап тұрған сорпама пісіріп алдым кеспелерімді. Түсірген етімді осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Қалауларыңызша жаңағы осы кезде картоп салсаңыздар да болады, сәбіз салсаңыздар болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Мұнда менде қазымды да турадым және қазыны бөлек тәрелкеге қойып қоямын, ал етімді бөлек қоям. Ендігі кезекте менде мұнда қатық жасайын деп жатырмын. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Құртты осылай езіп, үстінен жаңағы ыстық сорпамызды саламыз және шанышқының көмегімен осылай біркелкі болғанша езіп шығамыз сорпаға. Құрттың орнына айран қоссаңыздар да болады. Маған осында құрт қосқан ұнайды. Міне біздің қатығымыз дайын тұр. Осы қатығымыздың үстінен ыстық сорпамызды үстінен құйып көбейтіп қоямыз. Кеспеміз піскен соң отымыздан алып үстелімізге қоямыз. Енді жаңағы пісірген азық-түліктерімізді саламыз. Осылай тураған етімді салдым мен сорпаға. Машты салдым. Бұлардың бәрін пісіріп дайындап қойғам. Және ақ пен сары жүгеріні салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және алдын ала пісіріп алған күрішімді салдым. Жақсылап араластырамыз. Түйір болмау керек бізде. Және менде аздаған тұз жетпейді екен. Менде сүрленген ет болғандықтан сәл ғана тұз салдым. Себебі сүрленген етте тұзы болады өзінің. Және мұнда менде наурыз көжем дайын болды. Осылай тәрелкеме жаңағы салып жатырмын. Осы салып болған соң бетіне бағанағы турап қойған бөлек қазыларымды салып дастарханыма ұсынатын боламын. Бізде үйде жолдасым екеуміз ғана қатық қосқан ұнатамыз, ал балалар қатық қосқан ұнатпайды. Сондықтан бұны өзіміз шетінен осылай қосып, әркім өзінің қалауынша қосып жейтін болады. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болды. Ас болсын, сіздермен болған дәмді ас.